Өз атымнан, жарай ма? Қанша салдың? Салған жоқ. Онда салған ана. Жарай дейді, шот алғаны 500 теңге саған. Ады үшін, темекі аласың. Ол жолдас, рахмет, Алла разы болсын саған. Ал енді Нұржігіт, Аллаға шүкір бүгінгі ағайын туыс бауырлар дос жарандарың отыр, келіннің беті әлі ашылған жоқ. Осындағы ағайын туыс бауырларың, класстастарың отыр, папамыздың класстастарың отыр, екінші папаларың. Сол ағайын туыс бауырлардың алдында, оу халайық, мен үйлендім деп айқайла. Оу халайық? Оу халайық емес, кір образға, сені бір қинап үйлендіріп атқан жоқ қой, өзің таптың ғой. Оу халайық, мен үйлендім деп айқайла. Оу халайық, мен үйлендім. Үйленсең сауап, сауаптан жазылсын деп жатқаның ғой. Сен денеңмен даусың вообще сәйкес келмей жатыр ғой. Ал енді құрметті ағайын, жас келіннің бетін ашу, өзінің әрине енесін ортаға шақырайық, Сәуле ханымды ортаға шақырайық. Бетін ашасың деп талқап жүрме. Сосын бетін ашасың да маңдайынан сүйіп, таңдайына түкіріп қой. Ана ғашы. Ой, ona халықтың шапалағын айып. Келін болсаң инабақты, өтін берді сыйлақты, әлбеттегін барақты, өргелесің. Рахмет. Осында әдемі қыздар қаяқта боласың дейді. Мына орамалды ырымдап, Елдос қайныма бердім. Елдан қалайын. Стоп. Елдос қайда? Елдос. Ой, Елдос, красавчик, молодец. Енді басына жақпайды жас оны. Елдос, келе ғой. Жасың нешеде? 24. Сенікі? 20. Ята. Елдос, бұйырса сенде тура әнің секілді, әп-әдемі, үсіп сүйгімді келін алып келуге Аллам нәсіп етсін. Мынаны қалай пайдаланатын білесің ғой, я? Мынаны бір тастай суға саласың, сосын таңертең, обедте, кешке ішіп отырасың. Ойнап айтамыз, улан қалып жүрме құрсын. Енді өзінің сүйіктісі бар, сіздерге Алла разы болсын, сіздерді жолдасаңыз іздеп жатса бара беріңіздер, е? Фотоға бір есерге абысындар, бір есерге сөзге түседі, келе ғой, орнына тұра ғой. Сосын басын көтеріп жүр, баяғыда бір кісі айтқан екен, сүміреме жүрді, жетісуіне ешкім жоқ деді. Үйленген екенсің, өзің таптың ғой, біздің вообще кінәміз жоқ қой деді. Рахмет, екі... күтіп тұрмыз. Жандарым, тұрыстарын қарасаңыздар, шәулеттің үлкендері ғой. Бөлексіздер сіздер. Әлде мынаны күтірістер ма? Бұл сіздерге де емес, маған да емес. Бұл Алматы қаласы мен Шығанақтың ортасында жол бітпей жатыр, соған бөлінген ақша. Кім келе қой? Микрофон істемей қалды. Басқа микрофон бересің бе, жоқ әлбі? Басқасын бересіңдер микрофонды. Болды, тиіспеңдер. Өз зорға тұрған нәрсе бар. Кесіңдер шына жақын, менен бір жағым сейшіп тұрмын, жағым тұрсыңдар. Ұл жолдас, қыз жолдас келе қой. Ой, Алла, екеуінде тәп қосылатын сенсіңдер еді. Қай жылғысыңдар? 2003. Кел, жар сен ше? 2002. Бірінші класстан бастап бірге оқыған жоқсыңдар ма? Иә. Қалай болсыңдар, анау 2001, анау 2000. Жарайды, неше адам бар құрсын. Нау саған, бұны кімге бересің? Ата-анама берем. Ата-анама? Сен бейді ата-анам жұмсақ қояды оны. Оны маған бере сал. Оны да қандай. Папасына берейік, келе қой. Жаным, кішкентай шайнек тез қайнайды деген. Құдай, тілі көзің тасқа. Бұны сізге береміз. Үйде ақшаны кім істейді көбінесе? Келіншегіміздің. Молодец. Келіншегіне береміз. Рахмет. Папаңа салам алейкум үшін. Енді бұл ақшаны кімге береміз? Ешкімге бермейді бұл. Өйткені қатып қалған пряндік деп жатса, құдай сақтасын. Ал, бүгінгі тойды бастауға рұқсат па? Рұқсат. Қаншама Қазақстанда қаншама мықты тамадалар бар, ішінен сорлы мені таңдап алсын. Құдай шабыт берсін,
300 адам бар, 300 адамды басқару маған да оңай емес. Класстастарың, әулеттің үлкендері, папаңның достары әзілді түсінеді ғой. Түсінеді. Көтереді ғой до конца. Көтереді. Егер де таяқ жеп жатсаң, сені бірге алып кетемін ренжіме. Ал рұқсат болса